Hayırlı gün dostlar. Barşağınızga salyan. Бүгінгі pişirетін tamamımız, яғни горячий салат ішек қарнынан. İşek azdау болған дұрыс қарнынан. Біз сиырдың қарнын алдық. Кеше 1 килограмм. Ол тазаланған. Бірақ соның өзінде тұз салып, лавыр салып, бір қайнатып төгіп тастап, екінші тағы қайнаттық. Қара бұрыштың түйірін салып қайнатып, иісін бәрін кетіріп жақсы қылып алдық. Қарнының иісі болмайды. Сонда енді мына құрамына, салаттың құрамына 4 болгарский, 3 шуа, 4 помидор, 4 чеснок, паприка, черный перец, қарабұрыш, тұз, укроп және петрушка керек болады. Осылардың барлығын қазір рет-ретімен қалай қуыру керек екенін көрсететін боламыз. Şimdi жуамызды ірі көлемде 3-4-ке бөліп тураймыз. Тек қана жуаның ірі болғаны дұрыс, майдаланып қуырылған кезде жоқ болып кетпес үшін. Бәрін турап алғанды жөн көрдік. Болгарскийлерді осылай, болгар бұрыштарын да осылай үлкен-үлкен қылып турап аларсыздар, жоқ болып кетпес үшін, көрініп тұру үшін, дәмі шығу үшін барлығын турап алып, жеңілдетіп, тезірек қуыруға кірісеміз. Қарындарымызды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Әп-әдемі болып піскен. Біз қарынды алдына пісіріп, қалжың салып қоямыз осылай. Сіздер де сөйтсеңіздер болады. Бір 10 келі ішек қарынды алып, ішек алуға кеңес бермеймін. Қарын алған дұрыс. Неге? Осылай екі рет бір рет қайнатып төгіп, екінші рет қайнатып, бөліп, холодильникке салып қойсаңыздар, морозильникте тұра береді, сақталып пісіп. Петрушка мен укропты екеуін араластырып, азғантай мөлшерде өзімізді керегін ғана турап аламыз. Помидорды да осылайдан 6 бөлікке, 5 бөлікке бөлетін боламыз. Ортасын көмін алып тастап, әрі көлемде болу керек. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді осыны қазір қызып тұрған майға, күнже майға, күнбағыс майына, өсімдік майларына қуыруға болады. Қазір біз қуыру барысын рет-ретімен көрсететін боламыз, қаншадан қосатын. 4 чеснокты үккіштен өткізіп дайындап қойдық. Помидорымыз барлығы туралып тұр, ірі көлемде қуыру барысын айтатын боламыз қазір. Неке әдем болып қуырып жатыр. Майды қыздырып алу керек, қып-қызыл. Суада осы ірі көлемде қуыру керек. Осыдан кейін қарындарын салатын боламыз. Біраз қуырамыз, 3-4 минутте. Қарын салып тағы қуырамыз, әрі көрсетеміз. Неке жуа қуырған кезде қарындарымызды осылай салып аламыз туралы. Biraz 3-4 minutте тағы қуырамыз. Жуа қатты кетпей жерін ірі көлемінде қалған olsun. Араластырып қуырып, болгар бұрышын салып қуырамыз. Осы қуырып тұрғанда болгар бұрышын салып аламыз. Оны да 3-4 минут қуырамыз. Неке біз қуырып отқанда паприкадан ас қасықтан 1 қасық қостық. Енді қара бұрыштан шай қасықтан 1 қасық қосамыз. Өзін толтырмай 1 қасық бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Сосын тұздан жарты қасық қосамыз. Өйткені біздің қарнымыз тұзға қайнап піскен. Сол себепті жарты қасық саламыз. Атымына қарап өздеріңіз сала бересіздер. Енді қуырып жатқан кезімізде
Pütürüşküмен kurap koygan ukrogumuzdan maydalar. Sonra ayıp salıp koyarız. Bunu kalagança koysanız var. Aralashtirib ko'rib, sonra pomidorni kesmoqni qo'shатын bo'lamiz. Barcha 6 minutda barlig'ini qovurdim. Endi pomidor sariyga bo'lindi bo'lsa saldim. Ko'p sovutni qajib yo'q. Yumshoq so'rgasin. To'g'ri. Mana 4 pas kesmoqni yog'i sarımsaqni 2 minut o'tkazib, bo'lsa yaxshilab 1-2 minut aralashtirib ko'ramiz. Pomidorni suvini qajib yo'q. Salatalar qo'yilsa bo'ldi. Garchi salatimiz tayyor bo'ladi. Buni o'sha yaxshilab qovurib, qizishga solib, dasturxon boshlab ko'rsatib bo'lamiz. Lekin do'stlar, garchi salatimiz tayyor bo'ldi. Kichkina salqinlatib yesangizlar bo'ladi. Buning krishkasini yopmaysizlar, pishirib bo'lgandan keyin hozir shamoldan yeyim deb krishkasini yopsangizlar bug'lanib, suvlanib ketadi. Mana o'smay o'zining mayimen turi kerak. Подъем пістің қарындардан жұмсақ үй жағдайында өздеріңіз осылай жасасаңыздар болады. Мына қарынды тек әдемілеп пісіріп алу, 4-5 сағат қайнатып, бір қайнатып төгіп тағы да қайнатып пісіріп алу. Сонда жақсы болады. Ішектің алудың қажеті жоқ, өйткені ішек майлы болып кетеді. Онсыз да біз май құямыз болады. Мінекей балалар бұрыштарымызда әдемі осындай формасында сақтап қалады. Дәмін көрейік кәнекей. Айтып жеткізе алмаймын енді. Керемет болып тұр осындай. Үй жағдайында өздеріңізді дайындарыңыздар. Достар, ұнаса арнаға жазылып, комментарий жазып, қоңырау шалмасып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осы қарындың қуырдағын түсіретін болам, тағы да салатын болам осыны көріп. Оны да көріп, жасап жесеңіздер болады, күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.